Армысыздар көрермендер, сіздермен бірге мен 8-ші Е сынып оқушысы Зордан Нұрай. Абай атындағы 3 тілде оқытатын дарынды балаларға арналған мамандандырылған сыныптары бар мектебі Абай Ньюс ұсынады. Мектебіміздің жаңалықтарымен бөлісетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ұстаздар мерекесі қарсаңында мектебіміздің ұстаздары Қызылорда қала әкімінің марапатымен марапатталды. Үздік педагог байқауының қалалық кезеңінің марапатымен және де 150 мың теңге сертификатымен қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Шадибекова Айгүл Есіркепқызы, математика пәнінің мұғалімі Рсаева Айман Алтынбекқызы марапатталды. Сонымен қатар дене шынықтыру пәнінің мұғалімдері Бейсенбаев Әділет Өмірбайұлы, Қазибек Мейрамбекұлы, Мантай Сүйіндік Алтынбекұлы Қызылорда қала әкімінің алғыс хатымен, ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Әуезова Айгүл Абылайқызы Қызылорда қаласы бойынша білім бөлімі қалалық білім қызметкерлері кәсіподақ комитетінің құрмет грамотасымен марапатталды. Мектеп оқушылардың өзін-өзі басқару ұйымының негізі ретінде президенттік басқару жүйесі қалыптасқан. Балалардың білімге құштарлығын арттыру, өзін-өзі басқару жұмысына жетелеу, ұжымдық жауапкершілікті сезіне білуге қалыптастыру. Оқушының дүниетанымын, жан-жақты ойлау қабілетін, ой өрісін дамыту, көп ізденуге, бірін-бірі тыңдап өз ойын еркін айтуға дағдыландыру. Оқушылардың мектепке деген құрмет сезімін ояту, өзін-өзі басқару әліппесін меңгеру, болашақта мемлекет тұтқасын ұстайтын ұрпақты отансүйгіштікке тәрбиелеу. Сайлау күніне дейін оқушылар өз бағдарламаларын іліп, оқушылар арасында үгіт-насихат жұмыстары жүргізілді. Өзін-өзі басқару ұйымының президентіне үміткер ретінде 8 оқушы тіркелді. Абдишева Ботагөз, Айтуған Ермағанбет, Әнуар Нұрислам, Есенбек Расул, Тәуекелұлы Бағдәулет, Сейдалы Аржан, Сейтқали Ақбота және Серсенбай Айзере. Сайлау қорытындысы бойынша жалпы дауыс беруге 899 оқушы қатысты. Нәтижесінде көп дауыс жинап, 10-шы Р сынып оқушысы Сейтқали Ақбота мектеп президенті болып сайланды. Ендігі кезекте мектеп президентімен бірігіп, мектеп парламентінің мүшелері белгіленетін болады. 10-шы Н сынып оқушылары 15 минуттық қоңырауды тиімді өткізу мақсатында көңілді үзіліс ұйымдастырды. Оқушылар арасында қазақтың ұлттық ойыны ләңгі тебу жарысын өткізді. Мақсаты телефоны бас алмайтын замандастарының бос уақытын пайдалы өткізуге, салауатты өмір салтын ұстануға шақыру. Ләңгі тебу ойынның тәртібі оң аяқпен жай қағыз, жанама қағыз, ұшымен қағу болып бөлінді. Ойын нәтижесінде 1-ші орын 8-ші О сынып оқушысы Ермағанбет Бекзат, 2-ші орын 7-ші Е сынып оқушысы Әскербек Мұхиддин, 3-ші орын 6-ші Т сынып оқушысы Сапаров Нұрасыл, ынталандыру 7-ші Е сынып оқушысы Мұратбекұлы Мұхамедияр. Жеңімпаз оқушыларға мектеп асханасына арналған ақшалай сертификаттар табысталды. Осы сынды басқа да мектебіміздің жаңалықтарынан хабардар болғыларыңыз келсе, әлеуметтік желіде бізбен бірге болыңыздар. Келесіде кездескенше сау болыңыздар.